Енді орман жөнінде тоқталып өтетін болсақ, аталмыш екі мекеме жалпы біздің өңірде орман өсірумен, соның ішінде қара сексеуілді өсірумен айналысады. Енді бізде бірінші сұрақ Маңғыстауда орман бар ма дейтін сұрақ туындайды. Жалпы енді өлке, шөлді өлке, суы аз өлке болғандықтан, жалпы жасыл екпелердің шығуы біраз қиындық туғызады. Шөлді жер болғандықтан. Бірақ енді соған қарамастан, мынау Бейнеу ауданында екі орман мекемеміз бар. Сол жаңағы қара сексеуілдерді өсірумен бүгінгі таңда айналысып отыр. Олардың жалпы аумағы 254 мың гектарды құрайды. Жалпы бұл мекемелер де 30-35-тен астам қызметкерлер жұмыс жасайды. Негізгі мақсаттары ол жердегі ағашты, жаңағы сексеуілді өсіріп, оларды молықтыру, содан кейін сол маңдағы аумағындағы жануарларды қорғау. Жалпы екі мекеме соңғы жылдары осы мекемелер бойынша өсім біраз жоғары көрсеткішті көрсетеді. Әсіресе 2019 жылы жалпы орман жамылғысына қосылған қара сексеуілдің өсімді болып шығуы және орман жамылғысына қосылған аумақ 280 гектарды құрап отыр. Енді бұл екі мекеме жалпы үстірт қыратының үстінде. Сам орманы бұл Бейнеу ауданының солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан, яғни ол Аралға жақын. Ал екіншісі жаңа Бейнеу орманы бұл Бейнеу ауданының оңтүстік бөлігінде, яғни сол Маңғыстау ауданының солтүстік бөлігінде орналасқан, сол екі аралықта. Жалпы жылына бұл жерлерде 120-170 миллиметрлік жаңа атмосфералық ылғал түсетін жерлер. Әрбір сексеуілді жалпы айтады ғой, жалпы атмосфераға 500 килограмм таза оттегін шығарады деп, сексеуілді. Сондықтан енді біздің осы басқарманың ұстанған, жалпы оны қоршаған ортаны қорғауда жалпы бағыттанған осы негізгі бағытымыз осы. Бұл екі мекемемен сонымен қатар жыл сайын жалпы ағаш кесу және орман билетін беру дейтін мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Енді бұл орман билеті дегеніміз, бұл осы мекемелердің, яғни орман қоры орналасқан аумақта, территориясында шаруа қожалықтар орналасқан. Бұрынғы енді кеңес үкіметі кезінен орныққан. Соларға шаруа қожалықтарына жалпы сол жерге бір жылға, яғни қыстап шығуға арналған билет, рұқсат қағазы, ал олар жаз шыққан кезде жайлауға көшуге тиісті. Өйткені бұлар енді қазіргі таңда жыл 12 ай сол жерді қоныстанып отыр. Ол енді сол жердің құнарлылығын азайтып, жалпы малдың тұяғымен тапталған жердің сірә қайтадан қалыпқа келтірілуі ұзақ уақыт алады. Бірақ енді соған қарамастан біздің қызметкерлеріміз енді барынша жұмыс жасап жатыр. Одан кейін жаңа ағаш кесу дедік. Ағаш кесуге біздің өңірде ешқандай рұқсат етілмейді. Өйткені бізде енді жаңа қаулап тұрған өсімдігіміз, ағашымыз жоқ. Сондықтан оның үстіне жаңа қара сексеуіл, жалпы сексеуілді отынға пайдалануға, оларды жаңағы шабуға рұқсат етілмеген, яғни тыйым салынған, заңға өзгерістер енгізілді. Соған байланысты ағаш кесуге ешқандай рұқсат берілмейді. Сонымен қатар жалпы осы мекеменің жұмысын жандандыру бағытында 2019 және 30 жылдарға арналған қадамдық жоспар бекітілді. Яғни орман жерлерін молықтыру, орманды өсіруге бағытталған. Бұл енді Ауыл шаруашылық министрлігімен келісім алып бекітілген болатын. Осы бағытта да біраз атқарылып жатқан жұмыстарымыз бар. Жалпы осы жаңағы сонымен қатар енді жануарлар дүниесін қорғау дедік қой. Осы аталмыш мекемемен, сонымен қатар мына ішкі істер органдарымен бірлескен біздерде рейдтік жұмыстар жүргізіледі. Өйткені жаңағы орман болғаннан кейін оның арасында жаңағы аңның түрлері де кездеседі. Сондықтан біздің бірде-бір мақсатымыз сол ортаны, қоршаған ортаны, флора мен фаунаны қорғау болғандықтан,
бірлескен рейдтер